қазақтардың батыры емеспін негізінде. Біздің көзімізде батырсың, әрине сен қарапайым жігітсің, бірақ енді мына журналист жігіт Freedom туралы айта береді екен деп. Енді айтып кетейін, бұл Freedom банктың бағдарламасы біріншіден, екіншіден мен журналист емеспін, банктың директорлар кеңесінің мүшесі боламын. Әкем футбол либо военныйға түсесің деді. Мен военный өзім в будущем көрмегесін, футболмен жүріп берейін деп футбол академиясы қайратына түстім. Әрине бұл үлкен бағдарлама. Көбісі білет, көбісі білмейді. Сол мелкий детальдардан үлкен жетістікке жеттік. Может быть, один раз это дается. Салем достар, бүгін бізде өте қызықты шығарылым және ерекше қонақ бізге келіп отыр. Бар жоғы жасы 21 жаста Celtic футбол клубы қарсы матчта бүкіл қазақстандықтарға ұмытылмас эмоция сыйлап және бірге өз командасымен Қайрат футбол клубымен тарихында алғашқы рет Лига чемпионов топтық кезеңіне шығарған футболшы. Қарсы алыңыздар, бүгін бізде қонақта Темирлан Анарбеков. Сәлем, Темирлан. Рахмет келгеніне. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Қалай бүгін тренировка өтіп, тренировкадан келіп кішігірім шаршап отырсың ғой? Иә, кеше ойын болды, неше ойнап қалдық. Сол бүгін восстановительный день болды. Сразу съемка уақытыңыз. Жақсы. Бізде бір-екі локация болу керек болатын, бірақ Темирланмен келісіп алдық. Менде де осы жерде бір бастап, бір түсіріп шығамыз деп. Мен енді алдында Темирланға айттым, сен деп бір-бірімізге сөйлеу керек, бірақ Темирлан мен сіз деп айтам дейді, жарайды енді. Мен бірақ сен деп айта берейін, ренжімесең. Солай маған ыңғайлы ретті. Сені бүкіл Қазақстан 25-ші жылы күзде таныды. Бірақ Темирлан Анарбеков сол жылы туылған жоқ, сол жылы қақпашы ретінде пайда болған жоқ. Сенің өзің бір жолың бар, үлкен жолың. Біз кішігірім ақпарат білеміз сен туралы. Дұрыс болмаса түзеп отыр, бірақ менің білгенімше сен 11 жастан бастап кездейсоқ футболға келдің. Өзің сыныптастармен бір селекция іріктеуге барғанда, бірақ негізгі құрамына алан ойыншыларға өтпей қалдың, бірақ содан кейін бапкер сені бір қақпаға қойып, сен ойнап кеттің. Содан сенің футбол мансабың, карьерың басталды деп санауға болады. Сол 10 жыл туралы, 11 жастан 21, қазір 22 толдың, енді 22 жасқа дейін мен ойымша оңай өткен жоқ. Қаншама тер, қан төгіп дегендей біраз жол болды, қиын жол болған шығар. Сол туралы кішігірім еске алып айтып бересің бе? Қалай осы 10 жыл өтті? 11 жастан бастап па? Қалай бастадым ба? Мен 11 жастан бастап футболға келдің ғой. До этого мен таэквондомен қатыстым. Соны бір 2 жылдай қатыстым таэквондоға. Соны тоқтатып, өзіме қатты ұнамады, андай төбелес, сондай жаттарды. Балдармен алаңда футбол ойнайтынбыз. Сол уақыт өте келе селекция болып шақырылып бастады. Дос балдарым жаймен деп қатыса бастады футбол командасына. Ол кезде Атырау футбольный клуб болатын. Өзім Атыраудың тумасымын. Атырауда балдармен бірге ойнап, дос балдарым бірге ойнайтынбыз. Дворда ойнайтынбыз. Аула футбол, дворовой футбол. Иә, дворовой футбол. Бірақ қақпашы болған жоқсың ғой? Жоқ, алан ойыншы ретінде ойнап жүрдің? Шабуылшы болдың ба? Защитник болдым көбінесе. Кішкене жақын болдым қақпаға. Тартып тұрды бәрі, бірақ қақпаға тарттық кішкене. Солай балдармен бірге селекцияға бардық. Өзімізді көрейін деп. Оларда бірінші став қалды. Неяқта бөлінетін еді, бірінші став, екінші став болып. Балдарда бірінші став қалды, мені екінші ставқа қалдырды. Потому что кішкене қолапайсыздауым болатын еді. Скорость жағынан қатты емес едім. Но секіру жағынан и растяжка жағынан, потому что таэквондоға қатысқанымнан растяжка жағынан жақсы едім деген ойда болдым ол кезде. Енді қазір де растяжкам да жақсы. И сөйтіп екінші ставқа қалдырды. Екінші ставтан кейін мені Атырауда, иә. Ол кезде қақпашы болмады оларда екінші ставта. Кілең барлығы да шабуылшылар, защитниктер дегендей. И қақпашы болмағаннан кейін қақпаға тұрып көрейін дедім. И содан қақпашы болып кеттім. Тренер
қақпаға тұрасың ба деді. Иә дедім. Болды. Содан басталды ма? Содан басталып кетті барлығы да. Сен жасың сол кезде 11 жас. Иә, 11 жас. Сен 13 жасында Қайрат футбол академиясына Иә, кетесің. Қалай болды ол? Кім айтты, кім айтқан жоқ, көрді ма, селекционерлері ма? Сол жағын айтып бересің? Иә. 2 жыл сол Атырауда ойнап жүрсің сен. Қақпашы ретінде. Қалай сен Қайрат академиясына түстің? Өзімді тек негізінде андай қалай айтсам болады, в будущем сондай қақпашы ретінде танымал деп айтып білмедім, мен Қазақстанның қақпашысы боламын деп ойламадым. Өзім болады ғой енді сабақтардан кішкене былай тыс басқа жерге, басқа қалаларға барғым келеді, басқа қалаларды көргім келеді. Сондай себеппен мен өзім ойда болдым. Сөйтіп басқа қалаларда отборочный матчтар болатын. Сөйтіп 12 жасымда шығар, Алматыға келеміз. Алматыда Қайрат академиясымен ойнаймыз. Қайрат академиясымен ойнаған кейін өзімді жақсы көрсеттім деп, Қақпашы ретінде ойнаған кезде жақсы көрсеттім деп айта алмаймын, потому что неше гол жібердім? 4 па 5 гол жібердім. Ол кезде енді бірақ енді біразын қаққан шығарсың, иә? Қаққанда тек басқа немен көрдім мен дейтін. Менде более потенциал, әлеуетіңді көрдің. Менде более, қалай айтсам болады, европейский футбол деп айтты енді агенттер. Защитниктерді страховать етіп жүгіретін, защитниктерді көмектесетін, доптарда, алаңдарда выход дейді ғой, шығып ұстайтынмын, қорықпайтынмын. Сөйтіп көзге түстім агенттерге, әкеме жазды, әкем номерін бердім. Сөйтіп әкеме айтты, сені футбол академиясына Қайратқа шақырып жатыр, барасың ба, өз ойыңды айт деп. Мен өзім қатты барғым келмеді, потому что өзім жалғыз баламын, кішкентай жалғыз баласымын, ұлымын. Содан мамам жібермей қойды, потому что тұңғыш өзім жалғыз бала болғаннан кейін басқа қалаға, басқа қалаға, жасың 13-12-де әлі сабақ оқып жатырмын. Мамам айтты, барма қой деп. Мен соған келісіп жаттым. Сосын әкем айтты, қалай айтса, ол да әкем, ол көп ақпаратты білмеді оның негізінде. Әкем футбол либо военныйға түсесің деді. Мен военныйға өзім в будущем көрмегесін, футболмен жүрі берейін деп футбол академиясы Қайратына түстім. Былай отбасында ешкім футболшы, спортсмен болмаған емес? Ешкім. Мен өзім ағалар, енді әке жағынан, туысқандар, нағашылар жағынан. Ағам қақпашы. Ағаң қақпашы ма? Иә, бөлем. 2001 жылға қазір ол дейтін футбольный клуб Атыраудың детский юношеский тренер по вратарям. Соғанда қарадым негізінде қақпашы болып. Ол до этого кезінде қақпашы болып жүрді. Соған былай қақпаға тұрғанға былай қалай айтсам болады, сыртта қараған кезде енді ағаң ретінде, бөлең ретінде былай секірген жері ұнап қалды. Өзімді қақпашы ретінде көрейін дедім. Үйрететін адам бар дедім. Сұрайтын адам бар, жасы үлкен, кішкене опыты бар. Кеңес сұрады ма, барайын ба, бармайын ба деді, не деп айтты? Өзін қолдады, қолдан келгенше көмектесті. Соған да рахмет. Әрбір адамның өзінің көмегі бар деп ойлаймын, осындай жетістікке жеткеніме. Соған да Аллаға шүкір барлығына. 13 жаста сен Алматыға келесің. Футбол академиясына Қайрат. Көшіп келесің, дұрыс па? Иә. Осы жақта тұрасың, осы жақта тәрбиеленесің, осы жақта сабағыңды оқисың, осы жақта тренировкың бар. Қанша рез барып тұрдың? Қалай болды енді? Оңай емес қой, сыныптастарынан айырылу, ол кезде 13 жас, переходной возраст деген нелер бар ғой енді. Иә, қиын болды енді, қиын жағдай болды. Но мен 12 жасымда шақырту алдымда Атыраудың клуб басшылары айтты, до конца сезона ойнап тастау керек. Өзіміздің чемпионаттарымыз бар ғой, ол кезде ГП деп айтатын. Сол до конца сезона ойнап тастауымыз керек болды. Соны ойнап тастадым Атырауда, кішкене сағынышымды бастым. Үйдегілермен де барлығында қош айтысып Алматыға келдім. Ол кезде Алматыға келген кезде 1 жыл сол Алматыда боласың. Қысқы уақытта Новый год болады ғой, жаңа жыл болған кезде үйге қайтарады, примерно 1 айға. Сол 1 айда демалып армиядан келгендей боласың. Армиядан келгендей боласың. Өзің сумкалармен, барлық грузовой сумкамен Атырауға келесің. Жүрегің былай ұрып тұр. Достарыңды, тума-туыстарыңды сағынып келесің. Біріншіден отбасыңды сағынасың, екіншіден отбасыңның тамақтарын сағынасың.
бешбармағын сағынасың, үйдегілердің соның сағынышын басып, кішкене көбінесе үйдегілермен бірге болып, сөйтіп, енді өзің жертвовать етесің ғой, любой жұмыста, любой футболда емес, даже басқа Әрине. жұмыстарда жертвовать етесің. Сөйтіп, футболда да сол. Академияда қиын болды ма адаптация ретінде? Адаптация жоқ. Барлығы да сол қуанышты жағдай болған еді. Армияда енді бөлмедім, армияда болмағасын. Армияда андай строго сондай болатын еді, ол жақта воспитательдермен сөйлесе аласың. Ол жақта психолог барлығы болатын, барлығы да устроено. Балдармен сразу қиын болады ма деп ойладым. И потому что Атырауда мен қазақ школа оқығаннан кейін қасымдағы окружающий адамдар қазақтар болатын. И орысша тілі ол кезде қатты білмейтін. Сол себептен мен ойладым, кішкене орысшадан қиын болады ма деп. Түсінбеймін деген. Алматы мен дейтін уже орыс қала деп көретін. Бәрі орысша. Барлығы да орысша сөйлейтін шығар деп кішкене ұялатынмын. Жоқ, ол жақта да орыстар бар, қазақша сөйлейтін, қазақша түсінетін, барлығы да бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көмектесіп, олар көбінесе маған көмектесті басына келіп жеткен кезде. Және уақыт өте келе, 2-3 айдан кейін оларға бірге көмектесіп, бірге татуласып кеттік қой. Сол 10 жылдың ішінде, 11 жылдың ішінде бір уақыттар болды ма? Қолыңды сілкеп, болмайтын шығар деп қайтатындай? Жоқ, ондай болмады. Себебі Өз-өзіне бірінші күннен болып сенім болдың ба? Иә, и сенімділік берді тренерлерде бірге. Қалай Қайратқа келдім академияға, тренерлер уже психологически үйретеді. Сен мықтысың, сен өзіңді 3-ші вратарь. Ол кезде енді новыйдан Алматыға келген кезде Қайрат академиясына өзің доказать ету керексің ғой. 3-ші вратарь болып келдім мен. И қолдан келгенше өзімді бірінші қақпашы ретінде көрсеткім келді. Сөйтіп кезектесіп ойнайтынбыз академия кезінде. Қақпашылармен де андай болады конкуренция, но бірге дос болатынбыз. Андай ұрыс-керіссіз, жауылсыз, бірге дос болып, қарым-қатынастарымыз барлығымыз жақсы болды. Бір-бірімізге кім ойнайды, соған поддержка беретінбіз каждый раз. И сол жағынан мен өте қуанышты болдым. Академияда дос балдармен әлде қайда былай сөйлесіп тұрамыз, енді кейде сөйлесіп тұрамыз да, әрдайым сөйлесіп тұрамыз айта алмаймын. Сол себептен барлық академияда болған дос балдарыма, воспитательдеріме рахмет айтамын, алғыс айтамын. Олардан көп пайда таптым. Плюс дейді ғой, әрбір адамнан плюс таптым деп ойлаймын. Енді бірінші блоктың вопрос, жаңағы сұрақтарын негізгі нақты тұжырым жасасақ, былай айту болатын шығар. Негізі осылай Қайрат футбол академиясын жаңағы енді культурный код дейміз ғой, ДНК-сы, жаңағы мәдениеті дұрыс болғаннан кейін саған да басқа футболшыларға мүмкіндік берді, өздерінде осылай сенім сезінетіндей, әр бапкер, әр ойыншы бір-бірлерінде қолдап көмектесіп жүрді. Соған шүкір етемін. Барлық тренерге де, руководстволарда поддержка беретін барлықтарына. Енді қол сілтеп те айта алмайсың. Қиын, әрбір адамда енді қиын ситуациялар болады ғой, уже ойнаймайсың. И уже қолыңды сілтей бастайсың, кейбір кезде тренировканы андай дұрыс жасамайсың, потому что ойнамайсың да, алаңға өзің доказать етесің да, кейбір кезде алаңға шығармай болады. Тренер басқаша көреді. Оғанда да мен өзім пікірімді айта алмаймын, потому что тренер ол. Ол составты өзі қояды, но кішкене жынданасың да. И тек өзің қол түсірмейсің, потому что әке-шешең қарап тұр, алыста, өзің Алматыдасың, бір өзіңсің, соны ойлайсың ғой. Олда да плюс шығар, негізінен бір өзің кеткенінде. Әрине. Әр неңді плюсы бар. Шетел футболшылармен қалай қарым-қатынас? Шетел? Қазір ма? Қазір ойнап жатқан. Жақсы. Тіл қалай? Тіл кішкене түсінесің енді, ағылшынша сөйлеген кезде, сұрақтар қойған кезде жауап бересің. Олардың өздерінің приколдары бар, біздің де өзіміз приколдарымыз бар. Бір-бірімізге форматты үйретіңіздер оқымыз. Отырғызып. Жоқ, барлығымыз жақсы, қарым-қатынастар сол жағынан жақсымыз. Қазақтарды біздер өзіміздің қанымызда бар ғой негізінде, басқа бөлек қонақтарды қарсы алу, уважение
соның барлығында күшті қарастырғанбыз. Ну, кішкентай кезінен ол затты үйреткен отбасымыз, соған шүкір етеміз. Сол себептен иностранецтермен спокойно. Иностранецтер туралы айтып кеттік қой, енді шетел ойыншылар туралы. Бір енді швед ойыншыны білетін шығарсың, Златан Ибрагимович. Сол Златан Ибрагимович, мен ойымша, енді қарапайым ойымша, өз дәуіріндегі ең харизмалы, эпатажды ойыншы болып шабуылшы ретінде санаймын. Себебі соққан голдары ерекше де. Аяқтың өкшесімен салады, қайшымен салады, ұшымен салады, құлап, ұрып. Ең танымал голы 2012 жылы Англия қарсы матч құрамы командасымен ойнағанда алыстан соққан голы. Сол Ибрагимович енді үлкен клубтарда ойнады ғой. Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Барселона, Интер, Аякс. Содан сұрағанда, қалай сен осылай аяғыңды қайырылып, осылай акробатикалық прием жасап гол саласың дегенде, ол айтқан: футболға дейін мен таэквондомен айналысқам. Сол таэквондоның сабақтары маған қатты көмектесті деп. Сен де айтып кеттің ғой жаңа таэквондо туралы. Сол 2 жыл 6-дан 8-ге дейін сен айналып жастарында. Қазірде көмектесетін шығар? Растяжка жақсы. Но он до этого, ол кезде кішкентайсың ғой, растяжка дейтін, уже секіре бересің. Менде бұрында каратэмен айналысқан, бәрібір енді қалады ол бәрібір. Координация, секіру дегенде, реакция. Жоқ, пайдасы тиді, өте қатты тиді. Басқа, мен бокспен айналысам, бокста басқаша болатын еді. Таэквондоға мен айналысқан, оның да плюсы бар. Но мен төбелеске қатты жарамды болмадым. Себебі білмеймін, мен нәзік бала болдым да ол кезде, кішкентай кезімнен. Жалғыз ұл болғаннан кейін былай сен өсірген жарыстарды. Мен адамды ұрудан кішкене бас тарттым. Бокспен айналғанда штрафнойға ешкім кірмеуші еді ғой, онда былай жүгіріп бәрі қашып тарап. Каждый матч красный алатын. Мүмкін, ондай бар ғой қақпашылар. Кім? Петер Шмейхель ғой дейді. Оливер Кан, төбелесіп кәдімгідей кірісіп кетеді. Ол қазір бар, қиын қазір. Ол кезде бар жоқ. Ешкім көрмегенде былай салып жібересің. Қазір бәрі көрінеді, сол себептен қиын. Тағы да бір ойыншы бар, есіме келіп отыр қазір. Ол қақпашы негізі. Сол Англиямен ойнағанда 95 жылы Колумбия командасы Англиямен қарсы матчта қақпашы удар скорпиона жасаған Рене Игита деген қақпашы болған. Сол алдына құлап, жаңағы аяғы екі өкшесімен қайтарған. Енді болашақта, Құдай қаласа, Қазақстан құрама командасы Англиямен ойнағанда таэквондо бар. Қақпаға тұрасың. Ондай дух жоқ просто. Көрейік бірдеңе жаса. Әлемнің бәрі көріп, таң қалып, қызығушылық болсын. Қазақстанда осындай қақпашы бар екен деп, жаңағы удар скорпионы бар. Жоқ, оны андай сырттай болмаса, тренировкаларда болмаса. Жасап көрген жоқсың ба өзің жаңағы удар скорпионын? Көрмедім, тек ондай жасап көру керек негізі. Жасап келсеміз, бір видеоға жіберіп, өзі сторисына салып жібересің, удар скорпионын жасап. Бір тренировкада. Болады. Келістік па? Все хорошо, келісіп алдық. Енді ол дейтін сборная Қазақстанда, біздер дейтін сборная Қазақстанда просто ойнамаймыз ғой, жанкүйерлер үшін. Сол үшін ответственность болады. Оны енді кішкене қорқайсың істеуге. Тренировкаларды. Жарайды енді бір 10 жылдан кейін деген кішкене қатайып ал, бір 30-да бір енді бір анандай бір товарищеский матч болсын, бірақ сондай жасап көретін шығарсың. Андай финт болмаса, ондай қиын істеу. Потому что жанкүйерлер көреді, барлығымыз қолдайтын жанкүйер ғой біздің. Әрине. Сол үшін себептен. Ошибка болмау керек, қате болмау керек, әрине. Сразу. Жарайды, келісіп алдық қой, бір тренировкада жасап көресің, уәде бересің. Конечно. Все, хорошо. Хорош тема. Инновациялық туралы сөйлескім келеді. Оңай сұрақ емес. Өзім алдын ала айтып кетейін. Біздің бағдарлама осы қазір жасап жатқан аты Freedom Business под капотом. Кейбір жазушылар, көрермендер жазады да, мына журналист жігіт Freedom туралы айта береді екен деп. Енді айтып кетейін, бұл Freedom банктың бағдарламасы біріншіден, екіншіден, мен журналист емеспін, банктың директорлар кеңесінің мүшесі боламын. Содан кейін әрине міндетті түрде Freedom банк туралы көп
жаңағы қызмет туралы, біздің өнімдер туралы ақпарат айтам. Себебі біз жасап жатқан өнімдер Қазақстанда қызығушылық тудырып жатыр әлемде жалпы. Ешқандай әлемде ондай өнімдер жоқ. Мысалы, цифрлы ипотека. Біздің алдымызда ешкім жасамаған кезде ипотеканы алу үшін, мысалы, 60 күн кететін. 7-20-25 бағдарлама болсын, басқа бағдарлама болсын, орташа 60 күндей, 30 күн, 60 күн енді неважно дегендей. Сол бір топ қағаз жинап, жаңағыдай енді мемлекеттік офистарына барып, жаңағыдай табалдырығын тоздырып, болмаса банкке келіп ұзын сонар кезекте тұрып дегендей қиындықтар көп болатын. Біз соның бәрін цифрландырып 24 жаңағы сағатта жасап тастадық. Әрине бұл үлкен бағдарлама. Көпсі біледі, көпсі білмейді. Жаңағы Freedom Valuta, кэшбэк шығарып жатыр, жаңағы сенмен картаны шығарып жатыр, ол туралы да сөйлесеміз. Кэшбэк деген не? Мысалы 50-100 мың адам бәрібір айында құртат ұстайды, төлем жасайды, азық түлікке, басқа болмаса жаңағы төлемдер. Сол әр төлемнен біз қайтарып береміз. 10% болсын, 20% болсын, 30% болсын, өзінің ережелері бар. Соны қазір миллиондаған адамдар бізде пайдаланып ұстап жатыр. Бірақ көбісі білмейді. Сол осы бағдарламада бізде енді көрермендерге айтып кетеміз. Freedom картасын ашсаңыздар, көресіздер, өте оңай және пайдалы. 10 миллиард қазір біз халыққа беріп жатыр кэшбэк ретінде. Инновация туралы сұрағым сол кіріспесі қазір цифрлы әлем көрсетіп жатыр, жеңімпаз бәрін алатын. Бірінші ойыншы нарықтың жартысынан көбін иеленіп алады. Екінші ойыншы 20% үлесін алады. Қалғанын бәрін ойыншылар бөліп алады 1-2% бойынша. Сол үшін біз осындай күрделі экожүйе құрып жатырық, осындай күрделі өнімдерді нарыққа шығарып жатыр. Бірінші болғымыз келеді, осылай жауапкершілікті алуға. Сен өзің қандай технологияларды, инновациялық технологияларды пайдаланасың? Мысалы GPT мүмкін. Бұл сұрақты неге әкеліп жатырмын? Енді бір қадам артқа жасасақ, кезінде қақпашылар, ойыншылар, Роналдо, Зубасик дейміз, жаңағы Марадона ойған кезде әлеуметтік желілер үйтіп дамымаған, мессенджерлер дамымаған. Мүмкін көп назар алады өзіне, бөліп алады назарында фокустан, футболдан. Қалай сендер сонымен күресесіңдер? Мысалы, Қайрат футбол академияда тим салынады, тим салмайды ма, Инстаграм, ТикТок дегендей. Сол жағын өз пікіріңді айтып кетсең, көмектеседі ма, көмектеспейді ма? Тренировочный процесс, қалпына келу процесінде жаңағы мүмкін бір мүмкіндіктері бар шығар сол технологияны пайдаланып. Көбінесе мен өзім қолданатын ChatGPT. Сонымен оның пайдасы маған өте үлесі зор болды. Енді по футболдың емес, яқта болады, мелочи заттар сұрақтары болған кезде сұрақтар қойып тұрасың. Сол барлық пайдалары тиді. Инстаграмда отырмайсың ба? Инстаграм, желілерде, Инстаграм. Өзің жауап бересің ба жаңағы жазған пікірлерге, фанаттарымен, жанкүйерлермен? Оларды көбінесе өзім қарамауға тырысамын. Анда хейт дейді ғой. Қой, сен хейт жазады ма саған? Болады ғой. Любой адамда хейт болады ғой. Пенде болғасын. Сол себептен мен Инстаграмда отырамын, ТикТокта былай отырамын. Көбінесе кітап оқимын деп айтпақ қойын. Сол ChatGPT, сұрақтарым болса ChatGPT-дан сондай сұрақтар әлеуметтіктер отырамын. Телефонмен, оннан кейін телефонды алып тастаңдар, ұйықтаңдар, режим бар ғой? Академия кезінде болды. Қазір болсыңдар? Қазір болсын. Емін еркен. Мен неге бұл сұрақты қойып отырмын? Біз осы бір ай бұрын ба, көлемі сондай бір Манчестер Ситидің базасына бардық. Бізді шақырды Freedom ретінде, мен, Тимур Турлов және біздің басқа да әріптестеріміз сол базасына барып, бірінші күні жаңағы матчты көрдік, Арсеналмен ойнады, ұтып алды. Екіншісіне жаңағы барып 6 сағат сол менеджментмен, бапкерлермен, ойыншылармен кездесіп, сөйлесіп, сұхбаттастық. Сол кезде жаңағы тренировочный залға барсақ, телефонмен ойыншылар. Жаңағы бассейн, жаңағы қалпына келетін неге кірсек, бір залына әделін телефонмен отыр.
асханасына кіріп тамақ іштік, енді ана жақта Холланд телефонмен, мына жақта Пеп Гвардиола бір да келесі неде дастарханда бәрінде телефонда, соны айтып отырмын да, сендерде қалай дегендей. Біздерде телефонмен столовыйда болмайды, сосын медблок бар. Медблок жақта болмайды, раздевалкада енді отырып бересің ғой. Енді қазір әлеумет қой. Тренировкадан кейін сөйлесесің, тренировканың алдында отырасың, енді балдарды күтіп, уақыт созып, біздерде сбор заранее 1 сағат бұрын жиналамыз. Сол 1 сағат бұрын жиналып болғаннан кейін раздевалкада отырамыз, енді әңгімелесіп дегенде күніге көреміз, сұрақтармен жауап бітіп қалады. Содан кейін телефонмен отырамыз сол кезде. Но столовыйға барған кезде болмайды. Бізде теория установка болады, сол кезде болмайды, телефон Азарды бөлмеу үшін, иә. Жастар қазір осы футбол академиясынан келіп отқандар, оларға тиым салынады ма режим ретінде? Режим ретінде дегенде оларды өзі лишний движение жасамау қорқады. Неге бәрін сұрап жатырмын. Менің негізгі қызым футболист болғысы келеді, кукла жоқ үйде. Енді 15 шақты доп бар шығар. Өз үйреніп алды. YouTube ретінде вокруг света деген финттар бар ғой, эластика дейді, бәрін үйреніп алды жаңағыда. Өз-өзімен допты айналдырады. Негізі жалпы кеп осы академияның тоже селекциясына қатып өткен болатын, бірақ енді біз былай ақылдасып, енді сабағы бар, басқа бір өзінің біріне таңдаған фортепиано ойнайды, өзінің бір басқа нелері бар, направлениялар, соған айттық, енді көр, ойлан деп, жас 11-де көреміз енді, құдай болсын, сұрап отырмын, бірақ академияға келіп, кім білет, мүмкін футболшы болып кететін де бір мүмкіндігі болады деген. Манчестер Сити туралы тағы да айтып кеткім келеді, себебі біз жаңағы енді айтып отырмын ғой, 5-6 сағат солардың жаңағы бапкермен, менеджерлермен сөйлестік та, солар бізге өздерінің идея концепциясын айтты. Манчестер Сити деген бұл data-driven футбол. Data-driven футбол деген не деп сұрасам, бұл деректерге сүйенетін футбол. Мысалы, бапкер тек эмоциямен, интуициямен жаңағы негізгі құрамды құрастырмайды. Ол деректерге сүйенеді. Жаңағы дата-сайентисттер, аналитиктер жаңағы бәр деректерді зерттеп отырады. Кім қандай аймақта жақсы ойнайды, кім қандай қауіпті пастарды береді, кім мысалы қанша километр жүгіреді, кім әлсіздігін көрсетеді, кім тез жаңағы өзінің бір басқа мысалдарын жаңағы көрсетіп отырады. Көп енді жаңағы деректер, 100-200 деректер көрсетіп жаңағы зерттейді да, содан кейін шешім қабылдайды. Ол бір жағы, екінші жағы, жаңағы Манчестер Сити группта бір 10 шақты футбол клубтары бар әлемде. Японияда, Уругвайда, жаңағы Англияда. И солар біліп отырады, қай ойыншы өздерін жаңағы данныйлармен қай футбол командасына лайықты болады. Мысалы, жас кезінде 16 жасында сен жаңағы Бразилияда ойнау керексің, болмаса Уругвай, 18 жасында мысалы Америкада көреді сені, Жапонияда көреді, одан кейін жалпы негізгі енді тобы жаңағы Англия премьер лигасы. Негізгі идеясының жаңағы тұжырымы талант, жеңіске, тек қана талант емес, жеңіске таланттың аймағында дұрыс құрылған инфрақұрылым жеткізеді дейді. Осы Қайрат академиясында инфрақұрылымды енді сен білесің ғой, енді 10 жыл осы жақта және деректерге сүйенесіңдер ме? Қандай деректер мысалы бар, жинайсыңдар, жинамайсыңдар, қарастырмайды, сол жағынан кішігірім айтып берсең. Не бар, не жоқ дегендей. Басқа клубтарға ма или? Жоқ, Қайрат клубында қандай? Мысалы сендерді тексереді ма? Қанша жүгірдің? Қалай қалпына келдің, дайынсың ба келесі матчқа, дайын емессің ба? Тренер көзіне қарап шешеді ма? Болмаса деректер ретінде. Так, Темирлан, сен что-то мына жақта көп жүгірмедің. Что-то сен онда осы көп секірмедің дегендей. Что-то сен жаман ұйықтадың, түнімен Инстаграмда отырдың ғой дегендей. Біліп отырады ма деректер арқылы? Қазір дамып жатыр. Қазақстан бойынша Қайрат клубында біздерде өзіміз датчик киеміз. Тренировкада қанша жүгіргенімізді, пульстарымызды қарайды, қанша старт жасағанымызды. Игроктарға басқаша датчик киеді, қақпашылар басқаша датчик киеді. Себебі ол датчик біздің секіргенімізді, қалай секіріп тұрғанымызды соларды көрсетеді. Ал ойыншыларда қалай старт тез жүгіргендерін
километраж соның барлығын қарайды, қадағалайды. Содан кейін барлығын кім аз жүгірді, олар дополнительно жүгіреді. Соны біліп отырады деген біліп ғой. отырады, иә. Бәрібір анандай бар сияқты көріп отырады ғой. Бәрін біліп отырады, олар планшетпен жүреді сразу тренерлер. Содан кейін тренировкадан біткеннен кейін барлығы қарастырылған. Мұздай су, сауна, криосауна барлығы да қарастырылған. Уже европейский болады ғой. Сөйтіп дамыған. Мұздай суға кіресің бе? Мұздай суға қатты кірмеймін енді. Бір саунаға бір кіріп шығасың да, сосын бассейнға бір айналып шығасың, и все. И сөйтіп массаж барлығы бар мына жерде. Дополнительно зал десең де залың бар, барлығында өзің. Таңертең біздерде план бойынша айта берейін, тренировка қалай басталатын. Таңертең 10-да жиналамыз, 10:30-11-лерде сбор болады. И сосын 11:45-те активация болады. Активацияда өзімізді созылып, соған тренировкаға микротравма алып қалмау үшін біздер 15-20 минут активация жасаймыз. Сосын 12-ден кече уже тренировкаға шығамыз. Тренировкадан ол жақта всегда по-разному тренировка. Бір тренировканы жасамаймыз. Біздер қақпашы ретінде отдельно жасаймыз, бір бөлек, ойыншылар бір бөлек. И ойын кезінде уже игровой момент болған кезде бірге қосыламыз. И сол себептен біздер өзіміздің тренировканы жасап болғаннан кейін ойыншылармен бірге тренировка жасап, там удары болады, соны доптарды қағып, қолдан келгенше тіреп, содан бітіріп болғаннан кейін тренировка бітті. Әрбір адам өзі шешеді. Біреуге зал керек емес, дополнительный тренировка жасап керек емес. Ол өзі ойын сенімді, дайын. Олар дейтін өздері салқын суға түсіп, саунаға кіріп шығады, қалпына келеді, обедке барады. И обедтен кейін примерно сол 2-3-терде уже 3-тен таман уже бітіреді. Басқа игроктар, өзім ретінде айта берейін, тренировка біткеннен кейін дополнительный залды жасап, созылып, өзім кішкене координацияларына, кішкене микроэлементтерді тренерлерден дополнительно сұрап, біздерде бөлінеді тренерлер. Главный тренер, ассистент болады, и физподготовкадан беретін тренер болады. Тренер пауэрлифтер өзінің тренерлері болады. Физподготовка өзі қадағалайды, қандай маған өзіме микро тренировкалар керек, ойынға, алаңға көмектесетін, реакцияға, қақпашыға көмектесетін сондай тренировкалар көрсетеді. Соларды дополнительно жасап, өзім саунаға түсіп, сондай-ақ мұздай суға анда-санда түсіп қайтам. И лекарстволар болады, витаминдер барлығы да уже қадағалаған, уже по полочкам тұрады. Бізге список берілді, қандай лекарство ішу керек, таблеткалар ішу керек, витаминдер. Соның барлығын тренировкадан кейін ішеміз, обедке барамыз, обедтен кейін массажға керек болса массаж жасаймыз. Массажда ол жақта да көп физиотерапевтер бар. Физиотерапевтеріміз бразилецтер. Бразилецтер, олармен де кішкене, оларда көңілдері қазақтар сияқты қуанып жүреді барлық жерде. Көзбасшылық туралы бір сұрағым келеді. Бізде қазір біздің енді алдын ала передачаның алдында, бағдарламаның алдында біздің суперапты көрсетіп кеттім ғой. Сол мобилді қосымшамыз қазір мықты дамып жатыр. 5 миллионнан астам клиенттер жүктеп алды. Жаңағы айтып отырмын ғой, Freedom Cashback біздің пайдаланып жатыр, жаңағы жеңілдіктерді алып жатыр, 20-30%. Бірақ 5 жылдан кейін қандай біздің екі жүйеміз болатын, қандай біздің мобилді қосымшамыз болатын, суперапымыз ешкім елестете алмайды. Менде ешкім. Себебі әлем тез өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект келіп жатыр, басқа да өзгерістер болып жатыр. Бірақ біз нақты қазір мықты білеміз, қазір осы міндеттерімізді шешіп, қандай процесстерді жетілдіруге тура келетін. Соның ішінде біз әрине бірінші болғымыз келеді, және біздің бүгінгі күні бәсекелестер басымдыққа ие болған жерде біз көзбасшы болуға мүмкіндік береді. Бірақ егер қажетті сәтте ақылға қонымды тәуекелге бара алмасақ, жаңа тәсілдерге ашықтықпен икемділікті көрсетпесек,
санаулы айларда бәрі өзгеріс болып кетеді. Ұтылып қаламыз санаулы айларда, бәрінен айырылып қаламыз. Сен өзің көшбасшы болуға дайынсың ба? Дайын сұрағым қандай? Жаңа айттық қой. Қандай стиль саған жақынырақ? Мысалы, Оливер Кан алып тастаймыз. Болмайды екен. Мысалы, Мануэль Нойер. 12-ші алаң ойыншы ретінде ойнайды ғой. Кейбір кезде аланың жартысына дейін шығып кетеді. Өз-өзіне әртеуір осындай бір еркін ойнайды. Қандай стиль жақынырақ? Көшбасшы деген өзі Джанлуиджи Буффон ба Ювентуста тұрған? Сина, осылай айтайық, Джанлуиджи Буффон қақпада тұрма, болды, ойнайды. Әрине енді ойыншылардың бәрі көмектеседі. Саған өзіне қандай стиль, осы қақпашы ретінде көшбасшы болатын қандай стиль ең лайықты өзіне? Осы айта кетсеңіз, өзіңіз айтқандай Мануэль Нойер. Мануэль Нойер? Көбісі мен Олимпиакос ойнаған кезде алаңнан шығып кетіп, жақта қызық сәттер болды. Күлкілі өзіме потом ойыннан кейін көремін ғой. Күліп жатырмын ойынға қарап. Андай күлкілі сәт болып кетті да. Яқта бірінші баспен ойнадым. Мен басқа соперникқа аяғына бердім да. Осын до конца ойнап, подкатпен қолдан келгенше гол салмасын деп не істедім. Сол Мануэль Нойер сөйтіп мені Қайрат академиясын алды. Защитниктерді страховать етіп, көмектесетін мені. Кішкентай кезімнен тек ол кезде Нойерге қарап өспедім негізінде. Өзімде сонда инстинкт болды. Командама защитниктері қолдан келгенше көмектесемін дейтін. Сондай білмеймін, адамның өзінің таланты болады ғой. Әрбір адам кішкентай болсын таланты болады. Мен сол талантым болған шығар деп ойлаймын да. Игроктарыма көмектесіп, страховать етіп, и заранее орысша қазақша түрін білмеймін, читать етіп. Оқып, алаңды оқып біліп отырады. Сондай мышление менде негізінде. Енді өзім қатты көп алмақ қойын, енді сондай мышление. Білмем қайдан келген. Тайквондо мүмкін, аяқпен жұмыс істейсің ғой сен. Біліп тұрам қаяққа сенімдісің. Болмаса, хайкик ма жібересің. Болмай тұрса. Өзімде тренер пауэрэтерім айтады, сен кішкентай кез. Мен өзім тренер пауэрэтерім, осы главный тренер пауэрэтерім. 16 жасымда көріп қалды мені. Үлкен командасында 16 жасым бері ойнап келе жатырмын. Содан бері нешеден, 22-демін, Қайрат клубында главный командасында. Бапкер ұрыспайды ма? Не істеп жатсың дегенде? Негізде өзі талап етшеді. Өзі талап етшеді негізде. Защитниктерге заранее көмектесіп жүруге арттарында. Потому что бізде защитниктер высокая линия болады, и соланы бірге страховать ету керек. Сол себептен өзімде сол потенциал бар. И өзіме уверенмін сөйтіп ойнауға. Енді ошибкалар болады, мен ошибкалар болмайды деп айтпаймын. Мен ондай шығып гол жеп қойған сәттер болды. Мен оған ондай өзімді қалай айтсам болады, кінәлі қылдырмаймын, себебі мен ол жұмысы, ойын, ол дейтін, страховать ету дейтін дұрыс и дұрыс емес деп айта алмаймын. И сол Мануэль Нойерға өсе келе өсіп, қарай бастадым. Жүректен қалып қалған ғой. Кезінде алаң ойыншы болғың келді ғой. Қалып қалған ғой сол. Олда да сразу менде Нойердің кітабы болған даже. Бір футболист берді, Гүлжігіт дейтін. Ол Қайрат клубысында ойнаған. Сол өзінің кітабын, Нойер, білмеймін, өзі полевой игрок. Нойердің кітабы қаяқтан бар екен білмедім. Ол сол Нойер кітабын маған беріп, мен сол бастапқысы ортасына дейін оқыдым. Өзі де Нойер қалай айтсам болады, қақпаға сразу тұрып кетпеді. Олда да алаңда ойнап көрсеткісі келді. Сосын кішкентай мини-футболда бастаған. Сонда ақпараттарды оқығам. И ол кезде де көбісі воротаға тұрдың ба, тұру керек деген сияқты болды ғой. Нойер өзін страховать етіп, защитниктері көмектесу, ол бірінші воротар қақпашы. И 12-ші игрок болып. Бірінші қақпашы. 12-ші ойыншы болып, бірінші қақпашы солай бастаған. Соң кітаптарды оқып, өзім уже кумир ретінде, мен қақпашылар кумир ретінде көрмеймін. Қақпашылардан мен әрдайымда өзімнің ұнайтын, өзіме пайдалы нәрселерді аламын. Ақпараттарды аламын, хайлайттарды қараймын, оқимын.
көбінесе соларды ұнатам. Мен басқа кітаптарда андай ұнатпаймын. Болады фантастика сондай кітаптарда қатты ұнатпаймын. Маған өзіме пайдалы нәрселерді. Кәсіби өзіне. Кәсіби ретінде. Даже Криштиану Роналду, Мессиларды оқымаймын, қапашыларды оқимын. Просто қалай бастады, қалай аяқтаған білгім келеді да. Өзіме сондай ойлары, психологияларының себебі менде өзімнің алдынан өту мүмкін. Мен потому что қақпашымын. Мен сол қақпашы ретінде болғанымен қақпашыларды оқимын, қақпашыларды қараймын. Мен басқа защитник, нападающияларды қарамаймын. Мен футболда қараған кезде де қақпашыларды қараймын. Қалай ойнайды? Жеке шынымен де. Қалай ойнайды, защитниктері қалай подсказ береді, қалай сөйлеседі. Соның барлығын қараймын да. Мелкий детальдарды, көп заттарды білгім келеді. Сол себептен шүкір. Ойын болып тұрады ма соңғы минуттарда жаңағы қарсы матчта штрафной бұрыш добын көтергенде штрафнойға барып баспен ұру. Арсеналмен сондай ой болды. 3-2 болған. Бапкерден көзбен іздеп сұрайсың ба? Или ұра бересің ба? Солай бірінші рет өмірімде болды. 3-2 болып жатыр. У них последний угловой. Мен сол есімнен кетпейді. Еще Эмирейтсте Арсеналмен гол салып кетсек вообще. Иә, әрине, тарихта қаласың ба? Тарихтың тарихы болып кетеді ол кезде. Сол ойладым, тренерге қарадым, тренерім өзі жанып жатыр, 3-2. Маған қарап жатқан жоқ. Мен өзім қақпада қала берейін деген ой болды. Өзім шыққым келеді. Дайын болды. 120-ға қосып. 3-2 болса да 3-2 бола берсін. 3-2 ұтылсақ та 4-2 болса да. Әрине, бәрібір мүмкін 3-3 болып кетеді. 3-3 болу мүмкін, иә. Бірақ енді қалдым. Бапкердің көзін таппадым. Басқа жерде қарап тұрды уже. Мен жақында кітап туралы айтып кеттім ғой, қандай кітаптар сен жақсы көресің оқитын, жаңа кәсіби кітаптарын. Менде бір өзімде бір кітаптарды оқимын, өзімен лайықты кәсіби. Бірақ жақында бір жақсы кітап қолыма түсті. Atomic Habits деген. Аударсақ, ол жаңағы пайдалы әдеттер, мықты әдеттер. Сол кітапта қызық оқиға бар. Жаңағы автор кітаптың жазушысы айтады. 100 жыл бойынша Ұлыбританиялық велоспорт тобы жеңіске жетпеген. Велоспорт ретінде 100 жыл. Тур де Франс, Олимпиак жаңағы ойындары, жаңа әлем чемпионаты ешқандай орын алмаған. Әлсіздігін көрсеткен. Жалпы өндіруші жаңағы велосипедті жасайтындар сатқысы келмеген ғой. Енді жаңағыдай ұят, ұтылады, соңғы келеді, жаңағыдай имиджіне, жаңағы кедергі келеді деп. 2000 жылға дейін болған бұл оқиға. 2000 жылы жаңағы Ұлыбритания велоспорт тобына жаңа бапкер келеді. Сол жаңа бапкер келді, жаңа идея концепциясын айтады. Сол концепциясын айтқанда, жалпы бізге жаңағыдай тез ұтым керек жоқ дейді да. Жаңа тез серпілістер керек жоқ дейді. Жаңағы енді орыс тілінде айтқанда бір көшбасшы бір компанияға келгенде быстрый победа дейді бізге. Быстрый победа. Ол айтқан жоқ, бізге стабильность. Ұзын мерзімде нәтиже табамыз. Қалай деген? Әр процесті 1%-ға жетілдіру керек, жақсарту керек. Қандай десең, мысалы гостиница барғанда жастық дұрыс жұмсақ болу керек. Ұйқы ойу спортсменнің дұрыс болу керек, қалпына келетіндей. Асханаға барғанда қолды сабынмен жуу керек. Міндетті түрде вирус, бактерия тимесін деп, ауырмасын деп спортсмендер жаңағы велосипедтің орындығын ыңғайлы жасау керек. Желін салмақ ретінде өлшеп үрлеу керек. Сол әр процесстерді жетілдіру керек деп. Жалпы автобустың ішін ақ бояуға бояп тастаған ғой. Неге десең, шам көрінетіндей. Шамды сүртіп отыру керек, себебі спортсмендер қалаға барған кезде ұйықтап барады, өкпелері таза болу керек дегендей. Содан кейін 2008 жылы Олимпиада, 2012 жылы Олимпиада, Тур де Франс бәрін ұтқан ғой. Сол ұзын мерзімде осындай нәтиже келген. Осыны айтсақ, осындай аздан қадам жасап, осындай мықты пайдалы әдеттерді қалыптастырып, күнде, түнде дегендей міндетті түрде жалғастырып тұру керек. Сен 10 жыл осы Қайрат футбол академиясындасың. Процесстер осылай қалай өзгеріп тұрды? Не жақсартып жатыр, не жақсармай жатыр дегендей. Енді
осы қайрат футбол құрылым туралы кішігірім айтып бересің ба? Қандай процесстер осы маңызды? Біріншіден дисциплина. Барлық жерде сондай болады. Мен жерде өзім де оқығам. Майкл Джордан либо басқа спортсмендер болады ғой. Әрбір бізде клуб, қалай айтсам болады, футбольный клуб бір игроктан тұрмайды. 11 игрокты уже барлығы полевой болып, бірге бір мерзім барлығымыз бірге дос болуымыз керек. Бірінші очередь барлығымыз тренермен барлығымыз бірге бірінші очередь дос болып, Ұрыс-керіс болмайтындай, бір-біріне ренжіс. Ұрыс-керіс болып қалса, сразу сол жақта шешіп, олар бірге бір шешпейтіндей, өзіміз барлығымыз бірге отырып сөйлесетіндей, біздерде командамен ужин болады, жиналып тұрамыз әрдайымда, жиі жиналып тұрамыз. Сол себептен олда да болады ғой, сізде мелкий детальдарды айтып жатсыз ғой, көрінбейтін. Мысалы, доптар дайын, бір доп емес күтіп тұрмайсың. Сондай бір мелочтар өте маңызды. Бұл өте маңызды. Сақ осындай, сақ шешімдер. Барлығы да өзінің жұмысын жақсы атқарса, біздер барлығымыз әрбір адам, әрбір компания даже, әрбір клуб жақсы дәрежеге жетеді. Себебі олар әрбір адам өзінің ответственностін білсе, сол ответственность үлкен результатқа жеткізеді. Сол себептен біздер ана жылы сол жетістікке жеттік деп ойлаймыз. Бізді үст жақтан Алла тағаламыз көрді, потому что біздер барлығымыз бірге жиналып, ойындарға ұтылыс кезінде бірге болып жүрдік. Ұрыс-керіс болса да, сол мезетте барлығымыз бірге жиналып, әңгімелесіп, тұрақты қылдырып, өз қалпына қоятындай қылдырып жүрдік. Ойынымызды ойнап, если у кого-то не будет получаться, енді бір адамда болады ғой, енді получаться етпесе, соны барлығымыз хвалить етіп, нормально барлығы жақсы болады, ойындама деген. Қолдап, көмектесіп, ана жолда өзімнен өткен, айта кетсек, ол кезде до Лиги чемпионов мен жеңіспен ойналып жатырмын. Жеңіспен ойнап жатқаннан бірінші таймнан кейін красный алып қаламын мен. Красный алып қалғаннан кейін мен игроктарын подвоить етіп жүріп, 10 игрокпен қалдырып қоям. Ол кезде 2-0 ұтып жатырмыз. Содан пенальти болады. 2-1 болып кетеді. Шүкір 2-1 ұтып кеттік 10 игрокпен. Игроктарды мен уже қалай айтсам болады, өзімді виноваты етіп қылдырам ғой енді. Потому что красный алып кетіп, алаңнан қуылып кеттім. Игроктар мені уже подбадривать етіп, нормально, футбол болып тұрады, ұтылып қалған жоқпыз, нормально, ұттық деген сияқты. Тренерлер де сразу құшақтап, уайымдама деп. Сол мелкий детальдардан үлкен жетістікке жеттік. Қазірді осы жылыда енді қиындық тудырып жатқан жоқ деп айтпаймын. Енді кішкене напряжениеде жүрміз. Кейбір ойындарда ничья ойнап қаламыз, ұтайын деп тұрған жерде айырылып қалып жатырмыз. Сол себептен қазір сплоченность болуымыз керек. Барлық руководство, тренер, игроктарымыз барлығымыз бірге жиналып, өзіміздің қалпымызға келіп, жалғастыруымыз керек. Әлі алда ойындар көп, соған жетістікке жетеміз деген ойдамыз, бұйыртса. Қаржылық сауаттылық туралы бір-екі сұрақ, енді маңызды, енді өзім банкир болғаннан кейін айтып кетуге маңызды. Жас ойыншылар медиа көп назар аударғанда, танымалы болғанда, қаражатта келеді жас ойыншыларға. Көп қаражат келеді. Қаражатпен жауапкершілік келеді, міндетті түрде. Себебі үлкен қаражат ұстау, оны ақылымен дегендей біліммен ұстау керек. Қазір өзінің қасында кеңесшілерін бар ма? Бар болса кім? Ата-аналарың ба? Кім көмектеседі осы қаржы жағынан саған уайымдамай, енді Самуэль Этоо айтып кеткендей, қасында жүрген кеңесшілер көп алдап кетті мені деп. Қаншама қаражат таптым дейді, қай мемлекетте ойнап, бірақ қасында дұрыс кеңесшілер болмады дейді. Сен өзің қасында кім бар? Біріншіден әке-шешем, екіншіден Қайрат клубы. Мен Қайрат клубыдан
заработная плата алып жатырмын. Агент ондай жоқ өзімде. Болады ғой енді әрбір футболисттерде өзінің басқа агенттері болады. Шықпай жатыр ма әлі? Шықпай жатыр дегенде, маған футбольный клуб Қайрат Сәйтаевич айтты, өзінің пікірі, ешкіммен жазба, өзім тауып беремін деген сияқты. Мен соған сенімдімін. Әрдайымда сенімді боламын. Сол себептен менде өз ойымда уайым жоқ. Себебі мен Қайрат клубына принадлежать етемін қазір. Мен басқа клубтарға ойлап жатқан жоқпын. Мен өз ойынымды ойлап жатырмын. Қазір алдағы келіп жатқан ойындар болады. Соны ойлап жатырмын. Себебі қазір менде көп басқа жаман ой пікір келтірім келмейді. Басқа агенттер шықты негізінде. Назарды бөлмейтінде фокус не ғой чемпионатта. Топ агенттарда шықты. Дұрыс аттарын басқа игроктардың көріп айта аламын да, аттарын енді жатқа білмеймін. Топ агенттер шықты, олар айтты, сондай талап қойып тұр, осындай клубтар шығып тұр деп. Енді мен Қайрат клубысына принадлежать еткесін, мен Сәйтаевичқа бағындымын. Сол себептен Қайрат Сәйтаевич өзі айтты, өзім шешем, ойымдама деген сияқты. Мен соған өзім белесімді беремін. Енді жалпы менің ойым, енді бұдан ешкім сақтандыру деген не жоқ, шешім бұл. Себебі танымалы футболшылар, жұлдыздар, Рональдиньо, Ривалдо, Бразилияда крипто пирамидаларға кіріп кеткен. Мысалы, пайдаланады біреу, крипто. Сол білім ретінде, сол өте маңызды, осындай бір оқиғаларға кіріп кету. Мысалы, кезінде енді Аршавин ойнап кетті ғой сияқты. Аршавин, Кержаков, жаңағы Зенитте ойнағанда бір құрылыс компанияға кіріп кеткен инвестиция ретінде көп қаражаттарын жоғалтып алды. Сол ретінде, мысалы, көп Европада жаңағы футбол академияларында лекция өткізеді, сабақ береді, қаржылық сауаттылық туралы. Қандай крипто пирамидалардан, жалпы пирамидалардан сақ болу керек. Себебі қалай сен үлкен қаражатқа жетесің, спонсордан контракттар болады, басқа да қаптайды, кеңесшілер қаптайды, достар, енді көп адам қасында болады. Сол кезде сақ абай болу керек, тексеріп, өзінде де білімін, сыни ойынды қосып, осылай бір шешімдерді дұрыс қабылдау керек. Болмаса, енді жақын туысқандарын енді ата-анам деп отырсың ғой, дұрыс. Мүмкін екіншіден, осы эфирді бәрі көреді, біз енді фридом ретінде де керек болса, дайын боламыз, келіп, осындай лекцияларымызды оқуға бөлісіп, қандай пирамидалардан сақ болу керек, ертең инвестиция ретінде дегендей, ақшаны сақтандыру ретінде дегендей, ол жағынан білім өте маңызды деген осындай бір білім алған всегда жақсы ғой. Всегда жақсы ғой деп. Енді әрдайымда білім алып тұрған дұрыс қой. Білмейтін заттарын сұрап, сондай Freedom Bank'та шығып жатқанына, Қазақстанға, бірінші очередь Қазақстанның адамдарына, басқа бөлек халықтарға көмектесіп жатқандарына алғысым шексіз. Ол қуанышты жағдай. Ондай заттар көп болмады, негізі? Болмаған. Ол біріншіден, екіншіден енді біреулер жазады, Freedom Bank, Ресейден келген банк деп. Енді айтып кетейін қайтадан ақпарат ретінде. Қазір Қазақстанда екінші деңгейлі банктер, бәрі біріншіден екінші деңгейлі банктер, мемлекеттік банктер жоқ. Отбасы банк қана мемлекеттік, бәрі екінші деңгейлі, жаңағы жекеменшік банктер. Соның ішінде енді топ 10 банкты алсақ, бәрі осы қазақстандық банктер. Соның ішінде енді біздің акционеріміз Тимур Турлов, ол Қазақстан азаматы, 15 жылдай Қазақстанда тұрып жатыр. QG лиганы құрастырды, шахмат федерациясын көмектесіп алға осылай дамытып жатыр. Спорт жағынан, жаңағы әлеуметтік жерінен 100 миллионнан доллардан осылай Қазақстанға салып жатыр деп айтуға болады. Сонымен әрине бәріміз мақтанамыз, осындай үлесімізді қосып жатыр дегенде, халыққа пайдалы өнімдерді шығарып жатыр деп. Freedom Bank'ты 5 жыл болды өзіне. Freedom Bank'ны 5 жыл бұрын сатып алғанбыз, кішігірім банкты Қазақстанда, Касанова деген банктан Freedom Bank'ты жасадық. Соның ішінде жаңағы карточка шығарған кезде өзімізге сұрақ қойдық. Не үшін тағы да бір карта? Енді былай жалпы 20 миллион Қазақстан азаматтарын қарасақ,
бәрінде 3-4 карта бар әртүрлі банктерден. Сол кезде өзімізге сұрақ қойғанда осындай бір жауап таптық. Бір супер карта жасайық. Пайдалы карта болсын. Тек қана жай төлемдерді емес, пайдасын әкелсін. Соның ішінде тек қана теңге емес, ол мультивалюталық шоттары бар. Доллар, евро, жаңағы юань дейміз, жаңағы дирхам дейміз. Керек кезде енді курста теңге қатаяды бір күні жаңағы бағасы түседі дегенде сол кезде аударуға болады онлайн түрде. Екіншіден, жаңағы кэшбэкті айтып кеттім, 30%-ға дейін береміз, жаңағы құнды қағаз ретінде халықты үйретіп жатыр инвестиция дегеніне, жаңағы тұтынушылық мінез құлқыдан инвестициялық мінез құлыққа осылай бетін аударып, көңілін аударып жатыр. Бірақ мықты өнім жасадық та, бірақ бір денке эмоция ретінде жетіспей жатты. Соң біз Warner Brothers'ке жаздық та айттық, бірге осындай коллаборация жасайық. Супергеройлар Қазақстанға келсін. Джокер, Бэтмен, Супермен, Рики Мортимен жаздық. Және Властелин колец, Игра престолов, драконлармен шығардық. Жасадық, көбісі қабылдап алды. Жаңағыда эмоция ретінде, күшті екен, осындай дизайнлар бар. Одан кейін көрдік те, біздің Қазақстанда да өзіміздің батырларымыз бар. Неге біз қарастырмаймыз соларды деп барып Димашпен жасадық. 700 мыңнан астам картаны шығарды қазір. Номер 1 сол картаны шығарып жатқан Димаш енді. Өзіміздің мақтанышымыз енді, мықты жігіт. Одан кейін футбол темасына келдік. Футбол темасына келгенде бірінші жаңағы Ямальмен картасын шығардық. Барселонаға барып сол картаны бердік. Қазір Фритамның клиенті жалпы біздің картаны ұстап жүр. Содан кейін Мессимен жасадық. Мессимен жасағанда бізде қақпашы жоқ дегенде шабуылшылар бар, защитниктер бар, қақпашы жоқ. Әрине, Темірлан, сені ойымызға келдің, сенмен де осы картаны шығардық. Біздің команда саған ұсыныспен келгенде өзінде қандай реакция болды, қандай эмоция болды, түсіндің ба, түсінбедің ба? Бұл танымалдықтың да бір деңгейі ғой осындай. Өзінің картам бар қазір, өз-өзіне төлеуге болады әр төлемді. Негізінде шынымен де маған үлкен болып, начало сезона бастаған үлкен болып көрсетіндер ғой. Мен түсінбеймін, не үшін жасадың деп көрмес. И содан өте келе бастап, уже Freedom карточка жасады саған дейді. Мен соны ойлап қоямын, уже сондай жетістікке жеттім ба деген сияқты. Сол үшін сіздерге үлкен алғысым шексіз шынымен де. Сондай қазақтардың батыр емеспін негізінде. Өзім енді сондай уақытқа біздің көзімізде батырсың, әрине сен қарапайым жігітсің, бірақ енді сондай периодқа жетіп қалған, Аллаға шүкір. Сол үшін сондай карточка жасап жатқанына мен өзім басында түсініспеушілік болды. Содан кейін өте келе уақыт өткеннен кейін адамдар уже айта бастаған кейін уже андай өзім немді эгомды көтеріп мен карточкам бар деп. Соған жақсы негізінде Қазақстанда сондай Freedom'да карточка жасаған қазақтардан Алла қаласа сондай тағы да белестіктері жетіп, басқа спорттардан, басқа жерлерден спорт белесімен жетіп, сондай қазақтарда карточка жасап жатса, өте қуанамыз. Мен көрсетіп берейін камераға. Мұны крупный планмен аласыз ба? Менің мысалы Apple Pay'імде Темірлан бар. Шығарып аласыздар. Оңай, супер апта. Месси бар, мұны мысалы Темірлан, екінші бірақ Темірланның не түрмесі. Димаш бар, өзіміздің мұны бауырымыз. Кім бар тағы да? Болды. Бүркіт, өзіміздің бүркітіміз енді осылай. Әдемі. Әр адам, кез келген адам шығарып алады супер ап арқылы. Темірлан, не могу не спросить про матч с Реал Мадридом. Безусловно, это был знаковый матч для нас всех. И здесь история Freedom Банка связана с этим матчем. Когда мы все узнали, что приедет Реал Мадрид в Алмату играть, MasterCard, собственно, как спонсор, одни из спонсоров этой игры, мне вот Санжар позвонил, глава MasterCard, и говорит: Айдос, у нас есть 18
так скажем, не вакансий, как правильно сказать, 18 мест для детей, которые могут вывести футболистов. Если вы хотите отобрать 18 детей, как бы вот Freedom Bank может это сделать. Ну, мы сначала такие, давайте, может быть, среди коллег, среди клиентов, среди сотрудников как-то вот сделаем какой-то розыгрыш, там, подберем детей, которые выйдут на этот знаковый матч вместе с нашими футболистами, с футболистами Реал Мадрида. И в какой-то момент вот ребята, коллеги из маркетинга подсказали, а давайте мы, может быть, эти места отдадим детям из детских домов, для которых эмоции на всю жизнь. Будет ли у них еще такая возможность, никто не знает. Это действительно для нас большая история, большие эмоции вызывает. И мы пошли, отобрали детей с детских домов, плюс были дети, которые имели проблемы со здоровьем, исполнили мечты. И вот на футбол с вами, может быть, вы этого не знали, это вот под знали. капотом, Я вот щас, это Freedom бизнес под капотом я рассказываю. Ну, хорошо, что вы говорите. Дети, которые с вами вышли, это не просто дети. Вот 18 мест, которые нам дали, мы вывели детей из детских домов и дети, которые имели проблемы со здоровьем. Для нас это были такие шикарные эмоции. Я даже сам на матч не пошел. У меня были билеты, я вот там нашим друзьям, партнерам, коллегам подарил. Но то, что мы смогли исполнить мечту этих детей, мне было достаточно. Конечно. То есть я смотрел по телевизору матч, но у меня столько было эмоций, что вот я даже на стадион не хотел. И ты не смог сыграть в этом матче. Я должен спросить тебя, какие у тебя эмоции у тебя были в этот день, в эту игру? Ну, эмоции, как сказать, было трудно осознавать это все, что Реал Мадрид, даже Реал Мадрид, когда мы на теории сидели вместе с клубом, и жеребьевка была, и смотрим, какие клубы попадали, и там Реал Мадрид, и многие болельщики за Реал, там кумиры, там Арда Гюлера, там всех. Мбаппе. Да, Мбаппе. Я сам Куртуа так только с телевизора видел. Тибу. Да, Тибу. И с телевизора видел, и потом вживую увидеть. Это вообще топ было бы. Думал так. Но это все планы Всевышнего, это все всякое бывает. И я не расстроен. Чуть-чуть расстроен был, но не так сказать, что, типа, почему это я, почему то, все. Такое всякое бывает, это жизнь. И Шерхан Халмурза играл, 18-летний парень. Мы все узнали Шерхана, да. Да, это все, это благо Всевышнего. За это все спасибо. Я очень рад, что он сыграл, что себя хорошо показал. И ему я до начала матча сказал, типа, все спокойно, нормально, готовься. Может быть, один раз это дается. Никто не знает, да. Да, кто знает. И на трибуне сидел, и потом у меня еще один травмированный вратарь Заруцкий, Саша Заруцкий. Это вообще там долгая история же была. Да, как вы вдвоем выпали из этого матча. Он Долго шли, на вдвоем выпали, да. На выезде играл. И потом он полностью жеребьевку проходил, квалификацию. И потом, всякое бывает, я про это тоже говорю, типа, он травму получил, и я вышел, и я травму получил, Шерхан вышел. 3 вратаря Лигу Чемпионов сыграли. Это тоже хорошо. Но психологически все было хорошо, да? Да, хорошо, что вообще в группу попали. Безусловно, безусловно. Да. Эмоции. Вот так сидел, со мной Заруцкий сидел, и мы общались. Вот, типа, 18-летний, вот в целом, как можно подумать, что 18-летний вратарь с Реал Мадридом играет туда-сюда, мы так общались. Говорим, в целом, повезло же это. У меня тоже повезло, честно. Я даже дома не играл бы, если Заруцкий травму не получал бы, если так сказать. И я травму получил, и Шерхан сыграл. Это тоже. Зато мы узнали всех вратарей. Да, всех вратарей. Вообще тренд стал. Кайрата, Да, все дети уже вратарями стали. А Шерхан Я в Новорату буду ролик Мбаппе и Мбаппе. Да. Смотрели, да, видели? Троллили его, да? Да. Прикалывались. Да, прикалывались. Уже прошло время. Но мне кажется, это как раз то, что ты рассказывал, это ваша культура.
поддержка, Да, синергия. поддержка, да. Неважно, как что случилось, но Ага. вы должны друг друга поддерживать, быть единым центром, единой командой, Да. независимо, кто вышел на поле. Мне кажется, это важная история, быть вот доверие, максимальное доверие между собой, чтобы оно было. Мгм. Про психологию, наверное, ты упомянул, что есть в клубе психологи, но в жизни, дай бог, чтобы следующие 20 лет футбольной карьеры, я думаю, что да, 40-41 же обычно, да, такой закат, Вратари. да, Ну, вратари, да. вот обычно идет. И Да. дай бог, чтобы эти 20 лет впереди прошли у тебя, так скажем, эмоционально, ярко. Но все же бывают в жизни разные Спасибо. события. Вот когда-то Шевченко забил Филимонову, а потом Шавковский пропустил в отборе от Словении и не попали на чемпионат мира. Мгм. А, Ты думаешь о возможных ошибках, которые могут быть, и как быстро ты восстанавливаешься, если бывают ошибки? Ну, у меня в этом году тоже бывали ошибки. Ну, такого национального масштаба. Национального масштаба такого не было. Ну, дай бог, чтобы не было. Да. Чтобы оставался таким же. Ну, как сказать, таким же. Ну, чтобы всегда хорошо играл, чтобы себя хорошо всегда показывал, что радовал болельщиков, родителей радовал, ну, даже руководство радовал, чтобы команда Кайрат радовала, везде всегда выигрывали. Это же хорошо, когда выигрываешь. За это ты деньги получаешь, и ты выигрываешь, и часть клуба выходишь, часть болельщиков выходишь. Из-за этого ты всего на 100% показываешь. И я хочу, чтобы, ну, не было, ну, дай бог, всякое же может быть. Да. Посмотрим, что будет. Это Если важно. будет, тогда посмотрим. Я сейчас ничего не могу сказать. Я У меня хочу, не да, было чтобы такого. ты был сильным и крепким, потому Да, что да, эти конечно. вратари после этих ошибок, они играли за свои национальные команды, со своей сборной, больше не смогли заиграть на том уровне. Возможно, у них был закат карьеры, совпало, но тем не менее драматические ошибки, когда сдалека Шавковский пропустил от Словении, то ли от Словакии, сейчас не помню, в отборе в стыке между... И они должны были проходить, там Франция первая прошла, и был стык. Ну и Филимонов от Шевченко пропустил, он тоже на такой глупый гол такой зашел, как-то парашютом. Мгм. Вот, чтобы... мы все желаем, чтобы ты был очень психологически Да, устойчивым. психологически устойчив. И, во-вторых, я всегда, когда на поле выхожу, ну, просит у Бога, у Аллаха, всегда, что все хорошо было, и надеемся на это, честно. Вот я надеюсь на это, и все, и Вера выхожу, главное. вера, да, главная вера. И дальше это все, и полагаюсь на Всевышнего, и все. А, Вот моя право, вот, и все, СОС. дай бог, дай бог. Мы тоже желаем. Ауминь. Ну, Не могу не спросить про завтрашний день, про твои мечты. Футболисты такие, как Касильес, ассоциируются с Реал Мадридом. Он практически всю свою карьеру проиграл в Реал Мадриде, потом чуть-чуть в Порту поиграл, понятно. Буфон, Ювентус, Игорь Акинфеев, ЦСКА всю жизнь и не хочет уходить. Он сказал, одному клубу я буду играть. Как ты видишь свое будущее? Хотелось бы в Европе попробовать себя когда-нибудь, я не говорю завтра, когда наступит время. Или в каком чемпионате тебе хотелось бы? Испания, Англия, Франция. Вот Сафонов, ПСЖ сейчас блистает. Что думаешь про это? Честно. Какой тебе чемпионат больше нравится? Честно, каждый день думаю об этом. Но хотелось бы в топ-клуб попасть и сказать, что вратари есть в Казахстане. И что, думали, что в Казахстане могут, вот, дай бог, Аллах Алласа, Дастан, дай бог, пусть в Челси, все хотим, чтобы он Все уехал. получилось, да, все получилось, да. Езжай в Челси Да, теперь. да. Что, вот парень уезжает, ну почему бы нет? Посмотрим, дай бог. Ну, моя мечта, да, в топ-клуб попасть и себя достойно показать. Вот вы говорите, Матвей Сафонов, русский вратарь, себя хорошо проявляет, уходит в финал Куб Лиги Чемпионов. Это же вообще топ-уровень. Мы радуемся, что в группу попали, а там в Лиге... Уровень, да. Да, в финал выходит. И чтоб, дай бог, чтоб мы так блистали. Я знаю, что тебе желаю напоследок. Золотой мяч среди вратарей брал только Лев Яшин в 1963 году. Легендарный вратарь, Черный паук у него было прозвище.
И больше ни один вратарь мира ни разу не брал золотой мяч. Буфон был второй, кажется, Нойер был третий, номинировались разные вратари, косились, но никто из вратарей никогда не брал золотой мяч. Да, возможно, сложнее показать себя, сложнее получить, но наши ограничения в голове, Да. мне кажется, что когда Темирлан Анарбеков заиграет в большом чемпионате, в европейском, неважно, в какой бы ты ни выбрал себе вызов, Англия это будет, Франция будет, Италия будет, мы будем держать кулачки, чтобы ты стал первым после Яшина вратарем, который получит этот золотой мяч. Дай Я бог. лично буду Да. переживать, болеть за тебя. Спасибо большое. Удачи тебе, Темирлан. Всё. Спасибо, что принял наше приглашение. Мне Всё, было спасибо. очень приятно с тобой поговорить. Ага, что, Рахмет. спасибо за приглашение.